Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің арнада жаңа интервью. Бүгінгі интервьюдің қонағы нутрициолог Есет. Қазір ол кісінің үйіне келдік. Кеттік, сұхбат алайық. Ал достар, біз Есеттің үйіндеміз. Бүгін Есеттен жақсылап сұхбат алатын боламыз. Инстаграмда көп ашыла бермейтін жігіт, енді бүгін интервьюда көбірек ашатын боламыз. Ал Есет, өзіңді таныстыра кетсең? Мен Сағынаев Есет, қазір медицинада оқып отырмын, 6-шы курс, интернатура. Одан бөлек өзім былай хобби ретінде нутрициологиямен айналысам деуге болады, және сонымен Инстаграмда блог жүргіземін. Есеттің өзінің подписчиктері оны жақсы таниды. Шынымен де Есет бірінші орында мен өзіме қызық, интервьюдің барлығы мен өзімнің осындай жақындарымнан алатын боламын. Есет, сен нутрициология бойынша танимыз барлығымыз, мен өзім содан танып келдім. Бүгінгі атмосферада тікелей сен мамандығыңа байланысты осындай жерде отырмыз. Есет, бұл нутрициология мамандығы медицина саласында қаншалықты маңызға ие? Осы сұрақтан бастайықшы ең бірінші. Нутрициология, яғни бұл жерде нутрициология бөлек, диетология бөлек, ол екеуі екі маман. Және онымен айналысатын адамдар екі түрлі болады, және екеуінің айырмашылығы диетология, ол адам белгілі бір ауруға ұшыраған кезде барып, сонымен тамақтану түрін айтамыз. Ал нутрициология ол дені сау адамға денсаулығын зиян келмейтіндей, немесе оны жақсартатындай. Яғни бұл медицина, биохимия, физиология барлығының жаңағы біріккен ұштасқан жерінде пайда болған ғылым саласы деп айтылады. Яғни бұл былай салыстырмалы түрде жаңа ғылым деп айтуға болады. Сосын оның медицинада алатын орны, яғни жаңа айтқанымдай, сау адамдардың денсаулығын сақтауға, оны ары қарай дамытуға, жақсартуға, яғни аурудың алдын алуда өте былайша айтқанда маңызды орын алатын ғылым саласы болып табылады. Сен өзің қалай келдің бұл салаға қызығып? Бұл сала енді дәл осы нутрициологияны мен арнайы бір жаңағыдай өзімде бір себеп болып, немесе бір ауруға ұшырап, одан кейін онымен аурумен күресіп келген жоқпын. Өзім былай жалпы негізінен бұл бірнеше жылдан бері, бір 10 шақты жылдан бері былай орташа деңгейдегі адамдардан қарағанда жақсы тамақтандым. Яғни бұл тәттіні мен жемегеніме бірнеше жыл болды. Яғни өте көп оларды қолданбаймын, газдалған сусынды ішпегеніме одан да көп болды. Яғни осылай жақсарып келіп, мысалға бір жылдың ішінде мынандай деңгейге жеттім. Келесі жылы мысалға оданырақ тереңірек білдім. Медицина түскесін ол білім тереңдей біліп, тереңдей беріп, осылай біртіндеп келдім. Яғни мен бұған бір арнайы келейін, немесе осымен бір болашақта айналысайын деген сияқты бір болған жоқ. Енді былайша айтқанда спонтанно және біртіндеп келдім деуге болады. Есет, енді фармакологияны мен қазір өзімде 4-ші курспын. Фармакологияны оқыған адам ретінде, физиология, патофизиология оқыған адам ретінде мен өзім жеке көзқарасым қазіргі медицина саласының бағытына қарап отырсақ, фармакологияда көп препараттар шынымен адамды қарап тұрсаң, адамды толық емдемейді. Шынымен, бірақ ол ашылып айтылмаған бұл тақырып еш жерде ше. Мен байқаймын дәрігерлерде. Симптоматикалық ауырсынуды басу үшін көбінесе қолданады. Былай қарап тұрсақ, ағзамыз өзін өзі емдейді. Оны сен де сенесің, өзін өзі емдейді. Дәрі тек қана оған көмекші, жағдай жасап беруші ғана рөл атқарады. Енді мен болжамым бойынша енді болашақ мамандық бұл нутрициология, болашақ мамандығы деп айтыламын. Шынымен де болады айтуға. Өйткені жаңағыдай, өзің айтқандай медицина ол адам тек ауырған кезде емдейді, ауырған кезде көмектеседі, сосын симптоматически басады, белгілерді ауырсынуды, бірақ ол аурудың түп тамырын емдемейді. Аурудың түп тамыры ол жаңа адамның өмір сүру салтында жатады. Адам қалай тамақтанады, қалай ұйықтайды, адамдармен қарым-қатынасы, адамның қозғалысы, ішетін суы, осының барлығынан тұрады. Нутрициология бұл, яғни бұл тек тамақ жағын қарастырады, одан бөлек жаңа айтқандай өмір салты бар. Мен ойымша сол бізде қазақта күшті сөз бар ғой. Ем дегенше алдын ал дейді. Еміз дегенше ауырмайтын. Жол іздеу. Қарап отырсам, уже скоро адамдар дәріден жалығады. Болашақта. Ол күнде алыс емес қатты негізі. Дәріден жалығады, уже дәрінің эффективті еместігін уже адамдар соңына түсінеді, ауырып. Соңында ағзаның өзі емдейтінін түсінгеннен кейін, уже осы мамандық, профилактикалық мамандықтарға өтетін сияқты. Нутрициология, тағы спорт. Бұл мамандықты мен болашағын қатты көргеннен кейін сенің блогыңа тіркелдім. Сенен максимально стористерден пайдалы ақпараттар алуға тырысамын. Бүгін сенің көбірек ақпарат алуға келдім. Басқаларды білсін, сен білген заттарды. Енді Есет, қазіргі уақытта актуальный тақырып, мен өзім әлі толық ашқан жоқпын бұл тақырыпты, әлі көп зерттеп жатырмын. БАДилар, биологиялық актив заттарға сенің көзқарасың, оны қалай қолдану керек,
қандай компания айтпай ақ қояйық, қандай түрлерін қолданбау керек, нелерді ескеруіміз керек қолданатын кезде, и рекламалар жайлы өзіңнің жеке ойыңды суреттеп айтсаң. Иә, BADI бұл жаңағы өте кең таралған, яғни қазіргі кезде өте көп қолданылатын, және ол кейбір адамдардың жаңағы табыс көзіне айналған, соның арқасында жаңа айтқан сетевой маркетингке, яғни адамдар ол пайдасы бар жоғын қарамайды, ең бастысы пайдалы екен деген сөз тұрса, және ақша келетін болса барлығымен айналысады. Бұл дұрыс емес, яғни BADI-ларды жалпы пайдалануға болады, яғни оның тек кейбір түрлерін ғана, онда да оның бір дәлелденген және өзіңізге именно осы керек деген сияқты түрлерін қолдану керек. Мысалға, витамин D болады, мысалы оны BADI ретінде қабылдауға болады, оның және сыртына жазылып тұрады, бұл дәрілік зат болып есептелмейді, бұл тек қосымша сіздің негізгі еміңізге немесе негізгі тамақтануыңызға тек қосымша ғана. Ол сіздің жаңағы өмір салтыңыздың немесе тамақтануыңыздың ең негізгі түрі болмайды ол ешқашанда. Мысалға кейбір адамдар тағы ойлайды, мен мысалы бір жерім ауырады, мына BADI ішемін, ана жерім ауырады, мына BADI ішемін, тек тамақтануды, ұйқыны, жаңа өмірдің сапасын, өмір сүру салтын өзгертпеймін, бірақ BADI арқылы емделемін деп ойлайды. Бұл тоже қате пікір, өйткені ол BADI тек қосымша, соңында қосылатын зат, ал жаңағы өмір салты ол негіз болып табылады. Бұл тек қосымша бір әдіс, инструмент деп айтуға болады. Ал қазіргі кезде кең таралуы, ол бірінші жағынан жаңағы айтқандай компаниялардың белсенді түрде реклама жасауы, оны ақшалай жаңағы көмек беруінен, екінші жағынан адамдардың өзінен де бар, яғни адамдар өздері жаңағы таңертең тұрып жүру, ұйқысын қандыру, дұрыс тамақтану, оны дайындау мен айналысқаннан гөрі жаңағы тек BADI іше салу ол оңай жол. Сондықтан адамдар BADI-ға былайша айтқанда бүйрегі бұрып тұрады да, сондықтан алай салғысы келеді оңай. Және маған келетін директордың көбі сол, мысалға иммунитет көтеретін BADI қандай бар, балам тамақ жемейді, аппетит көтеретін BADI қандай, мен ұйқым қанбайды, ұйқы қандыратын BADI қандай. Тек бәрін BADI-мен шешкісі келеді. Және маған келетін жаңа директор рекламалардың да көбі BADI-мен. Бірақ мен олардың ешқайсысын қабылдамаймын, өйткені оны білемін ғой енді. Ондай көп көмектеспейтін. Өзім мен жалпы BADI қабылдаймын. Оның ішінде тек өзіме қажет деген витаминді. Кейде мысалы ауырған жағдайларда болуы мүмкін витамин С, онда да тек 3-4 күн ғана өзінің жаңа деңгейімен қабылдайсың. 500 мг, 1000 мг деген сияқты. И магний. Магний яғни көп тамақтарда жетіспейді, ол уже дәлелденген, барлығының деңгейі түскен, сондықтан тек магний күнделікті тек сүйемелдеуші дозада ғана ішемін болды. Витамин D, магний, сосын анда-санда витамин С болды. Ал былай кейбір адамдар сияқты жаңа витамин В, А, Д, Е, бәрін олай ішпеймін. Поливитамин да? Олай ішу тоже дұрыс емес, ол екінші бауырға түзеледі. Йодқа қалай қарайсың? Йод ол яғни Қазақстан йод дефицит аймаққа жатады, яғни теңіз жоқ, мұхит жоқ. Бізде топырақта йодтың деңгейі, ауадағы йодтың деңгейі ол тоже төмен. Елдерге жатамыз, сондықтан йодты ішуге болады. Онда да жаңа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған 150 нанограмм тек қана мөлшерде ішу керек, одан тоже артық ішуге болмайды, өйткені ол йод көп мөлшерде болатын болса, ол өзің білесің, қалқанша кезде жиналады, ол кейін өзінің жанама әсерлерін білдіруі мүмкін, жаңағы кератоксикоз деген сияқты. Енді мынандай вопрос бар да. BADI-лар тамақтың құрамында да бар ғой. Не үшін тамақпен алуға болмайды деген сұраққа қалай жауап бересің? BADI тамақтың құрамында бар? Жоқ, элементтер, витаминдер тамақтың құрамында бар ғой негізі? Иә. Оны біз қалай тамақпен толтыруға болады? Ол тамақпен толтыруға бұрын негізі болған, бірақ қазіргі мысалға соңғы шыққан кейбір жаңалықтарда айтуы бойынша жаңағы жердің құнарлығының азаюы, пестицидтерді пайдалану, жаңағы мысалға бізге келетін жеміс-жидектердің көбін сіз осы моментте жұлып алып ертең жемейсіз, оны бір-бірін жұлып алады. Яғни ана өсімдік өзінің бойына элементтердің барлығын жинай алмайды қажетті деңгейде. Сондықтан бізге ол, яғни мысалға 100% болу керек магнийдің, бізге 50% келеді. Сіз оны жесеңіз ғана 50% аласыз, ал жемесеңіз оны да алмайсыз. Сондықтан бұл, яғни қазіргі мысалға мына осындай өте белсенді дамыған және өте тез болу керек, сұранысты қамтамасыз ету керек осындай заманда бұл, яғни халықты бір жағынан тамақпен тойдыру керек, екінші жағынан ол тамақтың сапасы, яғни осы жағынан шамалы не істейді, страдать етеді, яғни шамалы төмен болады. Саны бар, но сапасы чуть аздау болады. Сондықтан оны толтыру қиындау болады. Сондықтан да негізгі жаңағы нутрициология айтатын нелердің бірі, ережелердің бірі ол сезонный овощтарды жеу керек. Өзінің сезонында, өзіңнің жерінде жергілікті өсірілген сезонды овощтар ең пайдалысы. Ал егер оны жей алмайтын болсаң, BADI-дан қабылда, немесе өзің қыста соның жағдайын жаса. Керемет жауап, Есет, күшті жауап бердің. Енді қараш, Есет, мынандай бір не бар да, мысалы мен өзім осындай қиындық болған, әлі күнге дейін бар, осыны айта салайын. Қабылдау кезінде бір дозировкалардың бір нақты бір жүйесі жоқ. Шыны керек те, бір мынандай да, осындай қабылдайсың, мынандай жерде осындай қабылдайсың деген бір жүйені қайдан алсақ болады? Ол бір
күшті қылып жасалған бір кітабы жоқ или күшті қылып жасалған бір ютубта видео жоқ. Дозировка дегенде қалай ол? Мысалы мен қанша қабылдайтынын білмеймін да. Мен енді медиктің жақсы қарапайым халық медицина хабары жоқ. Алады поливитамин түсінбейтін, мысалы оны бірден қалдым алып іше береді да мысалы. Оның бір ережесі сақталған бір кітапша бір дерек көзі қайдан алсақ болады. Негізі сол үшін де жаңағы нелерге нутрициологтарға, диетологтарға обращение жасау керек, өзімен өзі жаңағы самолечениемен айналыспау үшін. Ал бірақ жалпы ең жаңағы кемі ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңағы ұсынған дозасы, ол күнделікті қажет мөлшері ең азы. Соны ішуге болады. Ал бірақ дефицитті толтыру үшін, бірақ дефициттен тоже ол да былай 50-50 сұрақ. Ол дефицит деген қазіргі кезде жаңағы нутрициологтардың ақша табу көзіне айналып кеткен тоже. Яғни мысалға сен ұйқың келе ме, сенде мынау жоқ, сен мынадайсың ба, сенде мынау жоқ деп тек витаминде ұсына беру, ол тоже ақша көзіне айналып кеткен. Ал бірақ именно дәл жаңағы қандай доза керек минимум, ол сайттарда бар. Мысалы Американың жаңағы FAT бар, Food and Drug Administration, сода тұр. Иә, сода тұр. Барлығы қайсысы қандай мөлшерде минимум тұрады. Күнделікті қажет. Мысалға, соның ішінде жаңағы витаминді мысалы 500, 600 әркімге әртүрлі деген сияқты. Мысалға балаларға, ересек адамдарға, сосын қартайған 60-тан кейінгі адамдарға әрқайсының жаңағы дозасы әртүрлі болады. Соған байланысты қабылдау. Бір микроэлементтер болсын, витаминдердің бір әрине симптоматикалық жағынан анықтай аласың, көрінеді, бірақ бір жаман жері нақты білмейсің, қай элемент нақты азайып тұрған айту қиындау да. Вообще қиын ол. Ғылымға әлде. Иә, оны енді олай айтуға тоже болмайды. Мысалы сенде мынау болса, мынау жетпейді деп, өйткені ол барлығы бір-бірімен байланысты болғандықтан. Мысалға бір элемент біреуін түсіреді, біреуін көтереді, екеуі бірге жұмыс жасайды, біреуінің әсерін басып тастайды деген сияқты. Сондықтан, яғни ешқашанда жаңа самолечениемен айналысуға болмайды жаңа айтқандай. Мысалы кейбір адамдар маған кальций жетпейді дейді, кальцийді іше береді. Ол кальций тоже эквивалентті, мырыш эквивалентті, екеуінің жасушаларда болатын жаңа рецептор бір. Кальций көп болған сайын мырыш кірмейді, мырыштың өзі азаю болады, цинк, сондықтан солай кальцийді көп ішуге болмайды. Мысалы кальций ол Д витаминінің мен бірге жұмыс жасайды. Әрқайсының өзінің сондай нюанстары бар. Сондықтан да бұл жерде көп жағдайда маманға обращение жасаған жөн. Жоқ керек. Енді десек, қазір нутрициологтар өте көп. Инстаграмға нутрициолог деп жазсаң, қайсысына жазарын білмейсің. Мен мысалы сен білем, басқаларына қатты білмейді екен, бірақ көп курс, қазір ең хит зат курс қой. Курс көп. Нутрициолог, психолог. Ең хит мамандықтар қазіргі уақытта. Курстар көп, үш ай төрт ай оқып аласың да рахат. Мысалы мен шын керек, есет саған сенемін, басқа білмейді екенмін. Шынымен саған сенген дейсің, осылай келіп отырмын ғой. Басқа мамандықтар білмеймін. Енді қараңызшы, нутрициологтарды шынымен мықты профессиональный нутрициологтар байқау үшін оның несіне мән береді? Парақшасына кірді. Фильтр ма? Қалай біз фильтр өткізе аламыз сол? Бұл біріншісі, ол мен қашанда айтамын, бұл бірінші медициналық білімі болу керек. Адамның, яғни медициналық білімі жоқ болса, яғни ол адам нутрициолог емес. Нутрициолог деп өзін атағанмен, ол шынында нутрициолог емес. Ол өйткені тек тамақтың айналасын білуі мүмкін, бірақ адамның физиологиясы, анатомиясы, патофизиология, қайсысы қандай қызмет етеді, оны білмейді. Екіншіден, ол адам жаңағы өзінің парақшасында мысалға тек қана бір андай қазіргі кезде хит болып жатқан, трендте жүрген заттарды емес, одан бөлек адамға шын мәнінде пайдалы болатын заттармен бөлісетін болса. Яғни бірінші келген адамға ол қиын болуы мүмкін, бірақ ішінде ғылыми сөздер болатын болса, мысалға ғылыми мақалаларға сүйенетін болса, өзінің мысалға Telegram немесе басқа бір каналдарында өзінің оқитын кітаптарын бөлісетін адам болса, оған уже сенуге болады. Және үшіншісі ол, былайша айтқанда, ол енді всегда жұмыс жасамайды, бірақ ол адам Инстаграмда ақша табу көзіне айналдырған адам. Яғни ол курс сатқыш, бүкіл консультациясы мынша тұрғыш, әрбір өзінің парақшасының астында бірдемені ұсынғыш, өзінің продуктысын, тек былайша айтқанда кірген адам оны сезеді. Яғни ол Инстаграмда өзінің несін көзіне айналдырған, табыс көзіне айналдырған. Оған бірінші очередте сападан гөрі ақша маңыздырақ. Сондықтан бұлардан тоже аулақ болу керек. Енді десек, аудитория сені көрсетіп отырғасын, енді олар максимально саған барады. Понятно да, мен өзім оларды бақытты отырмын. Енді сенде қандай услуга бар? Мысалы келеді саған сұраныспен, сенде қандай өзіңде қойған услугалар бар? Менде бұл жағынан Инстаграм менің негізгі табыс көзім емес. Инстаграм менде былай тек қосымша айтқанда бірінші очередь менде ол хобби, екінші очередь мен өзіммен ары қарай даму үшін, яғни мен күнде оны қараған сайын әртүрлі өзіме новый заттар аламын. Әрбір пост жасаған, бір пост жасау үшін мен тек қана өзім білген білімді салмаймын, оны жан жақтан іздеймін, ағылшынша әртүрлі источниктен, негізінен ағылшынша іздеймін, сосын саламын.
Сондықтан менде услугалар аз. Ол біріншіден тек консультация болуы мүмкін. Ол 5000 теңге, ол яғни WhatsApp-та жүреді. Сосын сіз консультация бір рет жасап, одан кейін жоқ демейді. Ол яғни адам бір рет жаңағы ұсыныс жасағаннан кейін және оған алдын ала дайындалатын анализдер, жаңағы нелер бар. Яғни консультацияға келу үшін алдын ала дайындықпен келеді. Содан кейін, мысалы, бір айдан кейін тағы сұрақтар болатын болса, оны қоя беруге болады. Одан бөлек менде тағы 2 кітапша бар. Ол біріншісі витаминдер мен минералдар, яғни сен өзің біреуін алдың. Сосын екіншісі өт айдау деген жаңағы 2 кітапша бар. Болды, менде басқа услуга жоқ. Өйткені Инстаграммен табыс көзім емес, ол былай қосымша. Ең маңызды часть осы жерде анализдермен жұмыс жасау шынымен, бірінші сұрап аласың бәрін. Иә, мысалы консультация жазылғым келеді десе, мен одан ақшаңды жібер, сосын аламын демеймін. Мен айтамын, бірінші анализдердің спискін жіберемін, оның ішінде общий анализ кіреді, биохимия барлық спискпен тұр. Мысалы, ер адамға мынандай, әйел адамға мынандай. Осыны максимально өтіңіз, қайсысын өте аласыз. Поликлиникадан жөнін көрсетіп жіберемін, былай өтуге болады, былай өтуге болады. Содан кейін барып маған жазыңыз деймін. Содан кейін барып бәрін өтіп болған дайын деген, содан кейін уже WhatsApp-қа көшеміз. Бірден ақша емес дейсің. Бірден ақша емес дейсің. Иә, бірден ақшамды алып, сосын мынаны істе демеймін бірінші. Лучше адам дайындалып келгесін барып аламын. Ну, шынымен сапаға жұмыс істейтін адам ол бірінші орынға ақшаны қоймау керек деп ойлаймын негізі ше. Қазір көп қой, мысалы дұрыс айтасың, біздің қазақ қоғамында шығар, басқа қоғамдар білмеймін. Бізде көп сондай жеңіл жолмен бірден табыс табу жолына түсіп кеткісі келеді да, и солай қарайды. Менің ұстаным бойынша есетші. Мысалы, мен де қарайсың сен. Ютубқа мен 2 жыл бойы өте көп ақпарат салдым. 2 жыл бойы. И мен қазір бірдеңе ақшаға сата алсам, жарасады. Шынымен жарасады. Мен көп адам айтады, маған жаса деп айтты да, соңында сұраныс өзі келді маған. Сосын мен жасап бастадым. Қазір көп. Мен емес, енді басқа мамандықтар, жаңағы нутрициология болсын, басқа курс бірден тек ашсаң соның темасы тұрады да. Сен оны танымайсың, сен оны ешқандай услугасын көрмегенсің, тегін бірдеңесі пайдаланып көрсең. Есетте мысалы рилстар бар, стористе мен өзім содан рилстар ілттік қой бәріміз. Актуальный бар, актуальный бар, полностью бүкіл информация бесплатно тұр. Еще просто так постар емес дейсің ғой, упакованный. Маған да қазір көп айтады, сонда сен айтқаныңдай жаңа есіме түсті, маған курс жаса деген адамдар көп уже жазады, курс сұрап. Оларға енді айтамын, әзірге жоқ деймін, бірақ қолым тимей жүр, дайындайтын. Бір мен көмектесіп бірдеңе жасап қоямын. Жасармыз, уақыт болып жатса. Енді мынандай да, есет маған да алдын бір ұсыныс түсті, 2 рет ұсыныс түсті, и соңғысы өте үлкен суммаға түсті да. Айтады, дебек сіз енді тереңдетіп айтады екенсіз. Бір баделар бар, соның зерттеулерімен бізге айтып беріңізші, қай жерге әсер ететін дейді. Маған келді. Ол өте қиын вопрос, мен отказ бере салдым. Мен де отказ бердім, директор боласыз сразу деген жоқ па. Маған да сондай келді. Мен де айттым, мен айналыспаймын, бұның өйткені жаңағы доказательный базасы жоқ. Біріншіден сайтын маған жіберді, сайтын қарасам, ішінде тек бүйтіп жазып тұр. Бір мысалы бадай, сол мынаған пайдалы, Жапониядан өйткен сөйткен болды. Именно қай зат, мысалға қай жерге, қандай органға барады, қандай жасушалармен қандай қызметке әсер етеді, оны ештеңе жазбаған. Яғни ішінде тұрақты ештемесі жоқ, тек лозунгтар. Бізде мынау. Мен қиналып қалдым ше, қайдан табасың, бір жерге пайдалы мысап пармакология айта аласың, мына жерге әсер етеді. Қиын екен. Сосын мен үлкен отказ бере салдым, сумма маңызды емес ол жерде. Мен де сөйтіп мен мұндай алмаймын. Бадай маған келеді, ең жиі келеді рекламалардың бірі, мен ешқайсысын тоже алмаймын. Қиын. Но шынымен нутрициологтарды фильтрге алатын кезде осы сыр көріңіз ғой, анализге қарайтын ол уже понятно, ақшасыз анализге қарап та уже универ оқығанын білдіртеді, екінің бір анализ қарай алмайды қазір, универ оқымаса. Екіншісі өтіней. Жоғарғы медициналық білімі бар адам. Курс, деп уже реклама көбейген жерде уже бірдеңе бар. Ол ақша былайша құны қып кеткен адамдар. Ақша. Сенде сонымен бір услуга, консультация бар, 2 кітапша бар. Видео соңында бір күшті бір сыйлық жасайық. Ақпатты көтеру үшін, мына видео көпшілікке пайдалы болу үшін ақпатты көтеруіміз керек біз. Есет, қазір көбісі ойлайды да, барлық адам бұл бірдей емес қой. Индивид та, каждый организм әртүрлі. Жеке подход. Сол курстың темасында жаңа мысалы, курс ол определенно барлығына бірдей кететін зат. Сондай продукт ол. Адамдар ойлайды, курс жасаңызшы, барлығының ағзасына бірдей әсер ететін сияқты. Енді мен шынымен курс жасау қатты қиын сияқты, сен салған мысалы консультация лучше. Курс жасағанды мен ойладым тоже. Курс жасағанда оның өзім былай пландауым бойынша енді сапалы болу үшін мен бірнеше бағытты ойладым. Біріншісі ол жалпы адамның өзіне білім алғысы келетін адам болса, оған жалпы бір оңай тілде анатомия физиологиясынан бастап түсіндіру ең бірінші. Мысалы, ауыз деген не, оның қызметі, тіс қандай қызмет атқарады, ол қай кезде құртылады деген сияқты. Ол нутрициология, ол тамақтың құрамы емес, тек қана осы биохимия, анатомия, физиология, тек базистік ғылымдардан ғана үйрететін курс болған есептедім бірінші, яғни бұл көпшілікке арналған. Екіншісі,
уже диетология нутрициологиямен айналысатын адамдарға уже более тереңірек білім, мысалға А витамин қандай, мысалға көмірсу деген не, оның қандай түрлері, қайсысын қалай жасау керек деген сияқты. Сосын үшіншісін ойладым, бұл мысалға көп басын қатырғысы келмейтін, былайша айтқанда анатомия физиология, но күнделікті жейтін тамақтарды, мысалға қай тамақты қалай жесе пайдасы көбірек, мен ішін ашып құрамын түсіндірмеймін, но белгілі бір ережелерді сақтап қояды. Мысалға жұмыртқаны былай жеген дұрыс, былай сақтау керек, холодильникте мына жерде тұру керек, мысалға фасольді былай дайындау керек деген сияқты. Яғни мысалы үйде отырған, баласы бар, көп сыртқа шыға алмайтын, немесе көп арнайы білім алуға уақыты жоқ адамдарға былай оңай, жеңіл, упакованный түрде осындай пока мен 3 вариантты ойластырдым курстан. Бұл ойлаймын, мен жаңағыдай жалпыға бірдей ортақ общий қиын тілмен немесе общий біреуге келеді, біреуге келмейтіннен гөрі осы вариантты дұрыс деп ойлаймын өзім. Күшті. Енді қараңызшы, бұл же десе егер бір нутрициология бойынша өзі ізденетін болса, өзін күтінетін адам болса, ол мен ойлаймын, атынып тұрған, но бірақ адамда ең бірінші физиологиялық қажеттілік деген болады. Жалпы физиологиялық қажеттілік деген болады. Жаңағы өзінің қорғанысы, жататын жерін реттеу керек. Менің ойымша, оны реттемеген адам бұл екінші этапқа өз-өзіне қарау, өз-өзін дамыту деген этапқа өте алмайды. Осыны бірінші орын айтып кету сияқты, мысалы ертең продукт жасау. Пирамида, мен де атын ұмытып тұрмын. Мен де атын ұмытып тұрмын сол. Бұдан келеді ой. Масло пирамидасы, қажеттіліктер. Қажеттіліктердің пирамидасы. Егер сен мысалы үйің жоқ болса, уайым болса, үйің ақша табу уайым болса, кәдімгі тамақ таңдап жеуден бөлек сен күнделікті тамағын табу проблема болатын болса, соны жаппасаң, келесі этапқа өте алмайсың. Мысалы сен нутрициолог, тренировка қатты маңызды емес сен үшін. Одан кейінгі этаптардан кейін барып уже болады да. Өзінің сапасын жақсарту керек. Осы неге жасап мән беру керек енді көбісі. Бірақ оңай емес, бірден бәрін біліп кету, ол үлкен ғылым болғасын, жайлап зерттеу керек, оңаш болған уақыт арнау керек деген сияқты. Өте керемет жауаптар. Қазір біз видео соңында мындай бір сыйлық берейікші. Мен кітапшамды алдым ғой, жаза бойынша. Бір 5 адамға берейік күшті шартымен. Мен өзім берейін. Қандай шарт? Мына видеодан запись жасап, Instagram сторисқа екеуміз белгілеп салсын. Комментарийға бір күшті видео жазсын. Қарсы емессің ғой 5 адамға? Жоқ, қарсы емеспін. Ақылы кітапша. Есеттің парақшасы көргенде біледі, қандай упакованный парақша екенін. Кітапшасы сондай упакованный. Кіріп қарап шығыңыздар. Нутрициология бойынша сұрақтар қазір есімде жоқ. Қазір есіме түсіп жатса қайтадан қоямын. Енді медицина саласы бойынша қояйық. Универде жалпы енді сен ағылшынша дерек көздерін оқисың. Жалпы универде оқитын студенттерге қандай бағытта, қандай дерек көздерден білім алып оқуға кеңес бересің? Мысалы мен қазір өз басым соңғы 10-299 жылы оқыған шыққан әдебиеттерден сабақ оқуға мен мысалы өзім қатты кеңес бермеймін. Сен өзің соңғы жылдардағы ма? Сен өзің ғылыми деректерді көп оқисың ғой? Ғылыми деректер енді бұл жерде тоже адамның өзінің жаңағы тілдік способность, тілдік қандай тіл байлығына байланысты, қай тілді қандай дәрежеде біледі, соған байланысты болады. Бірақ ағылшынша егер жақсы білетін болсаңыз, ағылшынша медицина оқыған болсаңыз, онда сізге өте көп мүмкіндіктер бар. Телеграмда бесплатный каналдар бар, ішінде бүкіл ең жақсы деген соңғы 23-ші жылға, 22-ші жылға анатомиялардың кәдімгі PDF форматы, 200 бет, 1000 бет, қайсысы бар, барлығы бар. Ағылшынша болатыңыз. Мен өзім телеграм канал атын ұмыттым, бірақ содан негіз аламын. Кейбір жаңа кітаптарды, анатомияны, мысалға кезінде алдым тоже. Физиология барлығы. Оның ішінде ең жақсысы, мысалға рентгенология болса, сол рентгенологияның өзінің ішіндегі бастың рентгенологиясы бөлек, әрқайсының бөлек тұр. Сондықтан, ал егер орысшаға келетін болсақ, тоже интернетте meduniver.com сайты бар. Олда да тоже барлық нелер аударылған орысша авторлардың барлығының өзінің кітаптары бар, телеграмда бесплатно. Ал қазақшаға мен шын айтпай ақ қояйын, қазақша соңғы рет қашан кітап оқығанымды медицинада мен мүмкін 2-ші курста, 3-ші курста оқыған шығармын соңғы рет мысалға. Бірақ жалпы мен орысша оқыдым, сосын орысша ағылшынша үйге осылай жүрдім де. Оны универде сен өзің қазақ группада оқисың? Қазақ группада оқыдым, бірақ универде соны мен қазақша айтамын. Бүйтем, ол енді навык болып кеткен ғой, бір басқа тілде оқыдым да, оны тек қазақша айта аламын осылай. Солай болып кеткен. Ал былай қазақша оқыған кезде білмеймін енді ондай басқаша көрінеді, қиын сияқты ма қазақша. Мақтанып отыр деп ойлап қалатын ше, бірақ шынында солай. Нормально кетіп жатыр. Мен өзім орыс тілін үйрену үшін орыс группаға қосып кеттім. Қазір енді күшті деп айта алмаймын, болады. Москваға, Россияға барсам, бірдеңе қылып өмір сүре аламын. Енді ағылшын тілін кеше жақыннан бастадым, 3-ші күн болды. Мен өзіме мысалы тілге икемдік қиындау. Сенде икемдік жақсы дамыған, сен неше тіл білесің өзің?
қазір 5 5 тіл сен полиглотсың уже. Білмеймін, полиглоттың оны тоже әркім әртүрлі айтады. Біреу 4-тен бастайды, біреу 5-тен бастайды, біреу айтады, ол тілдің деңгейлеріне байланысты дейді. Әркім әртүрлі айтады. Мен үшін полиглотсың. Осындай ағылшын тілінен ақпарат аласың, ол жол. Соңғы ақпараттарды алады. Соңғы ақпараттарды аласың, бірақ мен бұл жерде тоже былай айтқанда андай подводный камень, мен ағылшынша медицинаны өте жақсы білемін, медицина тілін. Мысалы, мен ағылшынша физиканы қарай алмаймын, ағылшынша тарихты мен қарай алмаймын, бірақ ағылшынша медицинаның бүкілін түсінемін. 100%. Сен тілге өзің екенің сондай жақсы, бірден бейімделіп кете аласың. Оңай өзің қызығасың. Білмеймін, енді басқалармен салыстырып көрген жоқпын, бірақ көп айтады, солай шығар, может. Мен өзім қиын бейімделемін тілге. Әркімде әртүрлі қабілет. 5 тіл білгенге қарағанда енді ол келіп тұр әңгімеміз. Күшті. Енді қарашы, универде уже 2099 жылғы, 90 жылғы кітаптар бар да. Көп содан оқиды, содан оқып жатқан студенттер көп, сонымен сабақ сұрайтындар да бар да. Қарап отырсам, мысалы мен алдым бір up-to-date сайт, ағылшынша сайт, енді оқысақ, мүлдем басқа әлем болып отыр ол жақта ше. Не ағылшындар олар? Біздегілер мүлдем басқаша. Медицина мүлдем басқаша, иә. Ағылшынша кітаптарды оқыған адам сразу түсінеді. Біздегі мысалға көп кітаптар Советский Союздың кезіндегі шыққан кітаптар, мысалға қазіргі кезде қолданбайтын, мүлде қолданбайтын. Аускультация қолданады, бірақ өте, ешкім қолданбайды оны, былайша айтқанда, ішектің аускультациясын білмеймін, кім бір өткізе ме, өткізбей ме. Тағы мысалға жаңағы проба, жаңа мочаның пробалары, оны ешкім жасамайды қазір, бірақ кітапта тұр, соны сұрау керек, соны айту керек мысалға. Оның орнына соңғы шыққан мысалы диагностикалық әдістер олар жоқ. Ол диагностикалық әдістер қайда болады, ол жоқ, бірақ былайша айтқанда практика мен теорияның арасы өте үлкен, өте алыс. Сол оқып жатқан диагностикалық нелер, инструменттер бізде бар ма қазір? Сен жұмыс жасайсың клиникада. Біздің клиникада енді ол навороченный прям соңғы нелері жоқ та, бірақ бізде мысалы доплер бар, урофлометрия, олар бар, базис бар, но прям соңғы деңгейдегі жаңағы экскреторлы урография бізде жоқ. Экскреторлы урография енді басқа жерде бар ғой, бірақ біздің клиниканың ол бізде амбулаторный болғандықтан амбулатория сол деңгейге есептелген. Ал мына государственный ше, МСМП, АМЦ-ларда. Оларды енді қалай ойлайсың? Бар ма олар? Көрмедім мен. Көрген жоқпын мен. Өзі көрген жоқпын. Күшті. Мен де осы кішкене бір қиналатын, бәрі содан сұрайды да, универ содан талап етеді, әдебиеттерден. Шынында. То же самое, мысалы, акушерство гинекологияда да мысалға көп қолданылмайтын, бәрін тек КТГ-ға түсіреді в основном мысалға. Ал бірақ анда жаратылыстың биіктігін өлшеу, Леопольдтың әдістері, онымен білмеймін, онымен жасаған адам өз басым практикада көрген жоқпын. Сен көрдің бе? Сабақ уақытында көрдім. Леопольд жасап жатқанын мен көрген жоқпын. Білмеймін енді, бірақ может керек шығар. Кейбіреулер айтады, бұл мысалы ол қанша дегенмен ол база, ол ешқашан ұмытылмайды дейді, бірақ менің ойымша ол уақыт өте келе кез келген зат ескіреді, одан жақсы сапалы бір зат шығады. Сондықтан соны үйренген дұрыс деп ойлаймын. Бір жерде тұрмайды дейсің. Бір жерде тұрмайды. Ал достар, Есеттің асханасына келдік. Инстаграмдағы ең хит асхана бұл. Мен бір жақсы көретінмін Есет ше. Сенде бәрі шынайы. Жуылмаған зат, жуылмаған деп көрсетеді. Прям сол кезде шынайылықты көрген кезде қатты ұнатамын. Ал Есет, енді сенің ең негізгі байлығың шығар мына жер. Студия ғой, бар бір жалғыз студия бұл басқасы. Өзің жақсылап обзор жасасаң, директте кім не сұрайды көп, соны бір ашық айтсаң, ютубта бір мен жайлап шығайын жерде. Сұрайтындар болады, енді көрсетейін, жалпы мен видеоны мына жерге түсіремін, қара фон бұны білетіндер бар, сосын мына жақта бұның бәрі менде специя, енді мен специяды қалай қолданатындар білет, мынау специя, мынаның бәрі специя. Сосын мұнда мен ең көп қолданатын бобовыйлар, араластырды гречкіден бастап, зеленыйден барлық мәш, осы горохтар, күріш, овес барлығы. Жинап қоясың. Жинап қояды, иә. Сосын мұна бірақ видео түсіретін кезде мынаның бәрін енді аламын, мен ысырам, ана жаққа ысырам. Сосын бұнда тоже специя, фиолетовый теңіз тұзы, бірақ құрамында свекласы бар. Ал сосын мына негізгі байлық мына жақта. Бұл бізде специя бар, заказ берілген, әртүрлі жақтан алынған, мынау острый специя бар, сосын мысалға бір жылға жететін зира, сосын мына жоғарда міне прованские травы, розмарин, мелкая деревная морская соль, сосын для курицы универсальный и уцхосунели специя бар, бұның бәрі специя. Кішкене тоқтайшы шырек. Сен назаттың жақсы жері бір аласың и толтыра беруге болады үстіне. Жоқ, біразға жетеді, бір жылға деген сияқты. Мынау мысалға біреуі меніңше 1800 ба, 1900 ба теңге тұрады, бірақ мынау уже енді неше жылға. Бұның енді тек қасықпен салғанның өзінде де көпке жетеді бұл.
құрғақ өнімдер болғасын көп сақталады еще. Сақтала береді. Жақсы. Сосын лавровый лист, басқа заттар в общем. Барлығын айттың ғой да? Ештеңе қалмады. Барлығын айттым, иә, мұнда осылар бар. Сосын ана жақты көрсетіп жіберейін. Мынаны ашсын. Мынау енді бадылардың несі. Бадылар? Иә, кезінде ішкен мысалы витамин, өзім айтқанда витаминді біткен упаковкалары бәрі. Мынау мысалға йод, ішінде шамалы қалған болу керек, иә. Витаминді бітейін деп жатқан осындай заттар. Ал сосын мұнда жаңғақтар, әртүрлі жаңғақтар тоже менде осылай сақталады енді. Өкінішке орай басқаша жоқ. Сосын мынау тары, ал мынау сосын ең көп қолданатын мен кунжут айтатын тахини кунжутный соус. Сосын мынау кокостың соус, улыбеченный кокостың езілген түрі. Бұл ана қалған жоғарыдағылар мен пайдаланбаймын оларды ешқайсысы. Мынау асқалақтың дәндері. Витаминді. Жап-жасыл екен, да? Иә, барлығы витаминді. Сары болмайды ма негізі? Шағылған түрі. Іші да өзі? Иә, іші ашылған, шағылған түрі. Болды ма сен? Мынау газ. Тамақ пісіретін, мынау енді жабыспайтын сковородка. Мен осыны сұрағам. Иә. Мынау бірнеше рет күйген, фасоль күйдіріп тастаған қап-қара. Одан кейін жуылған бақыраш. Болды. Мынаны айтқан шығарсың, иә, жуылмаған блендер, жуылмаған түрінде тұр. Бұл енді жуылмайды, бұл неше жыл болған блендер. Кезінде 3000 теңгеге 4000 теңге алған, соң әлі қалды. Өйстіп ақшасын өте көріп қой. Иә. Маған мына қатты қызық. Мен үйдегі жабысып қойып. Бұл деген арнайы тефлон, жаңа несі бар, покрытиесі бар, антипригарный. Бірақ бұл қазіргі кезде зиян деп айтылады, но әдемі шығатын болғасын осыны қолданамын. Асты жабыспайды да жоқ? Асты жабыспайды, иә. Студент ең көп жейтін тамағы жоқ болғасын. Сосын болды бұл жақта. Холодильникті білмеймін. Холодильникті көреміз бе? Ашайық енді ұят болмасын. Нутрициолог неде келгесін көрейік. Холодильник. Осындай енді ыдыс-ыдыспен тұрады. Сразу мен бұларды ешқайсысын пайдаланамын. Бұл інімдікі. Крем, чизкейк. Мен қолданатын сары май, сосын мынандай қылып дайындап қоямын. Фасольдарды жаңа пісіремін, мына ішіне перец салып тастадым алдында. Сыймағасын. Астында фасоль. Астында негізінде фасоль. Сыймағасын салып қойсың ба да? Иә. Фасоль осылай тұрады. Уксуспен жағылған, сондықтан ұзақ сақталады. Қалған барлығы осылай. Ана приправалар бәрі менікі емес, тоже інімдікі қолданады. Холодильникте сен көп пайдалану жоқ екен да? Холодильникте көп жоқ. Мұнда сосын зеленді былай сақтайды. Мысалға астына немен, салфеткамен, салфетканы қоясың, бетінен тығыз жабылатын болса. Мына зелень мысалға тұрғанына 5 күн демей болды, бірақ вообще көк демейді, соғып қалмайды. Салфеткасына ішерші? Салфеткасы міне, суланған салфетка. 3-4 күн үлкеннен бір саласың? Үлкеннен бір күн салып жүрсің, мыналарды жуасың, салып қоясың, сосын болды. Ол вообще салқын жерде тұратын болғандықтан беті тығыз ылғалымен салқынмен вообще бұзылмайды. Мен айттым ғой актуальныйды. Менде бұзылып кете береді. Сосын мында фруктілер, мында овощтар болды, басқа ештеңе жоқ. Мынау сосын май, уксус. Не етін жейсің көбірек? Ет әртүрлі. Морозилкада мында ет, сүрленген ет, мында овощтар. Бір шоковый заморозка. Мұнда тоже сонда бар. Мұнда арнайы зелень тұрады бөлік. Сүрленген етке қалай қарайсың? Көзқарасың қалай сүрленген етке? Сүрленген ет енді жақсы, бірақ маған өзімнен дәмі ондай ұнамайды. Өзіңе қандай ет жейсің? Мен еттің барлығын жеймін, қай-қайсысында. Жей бересің. Белок болса болды дейсің. Иә, белок болса етті жей беремін қай-қайсысында. Күшті. Рахмет. Прям бүкілін ашып тастадық қой шашып. Осылай ештеңе қалмады ғой? Ештеңе қалған жоқ қой, иә. Осылай. Енді кім есет қылғанын сұрап бұл жерде. Енді үлкен вопрос туылады да, бұл осылай азық ауқат алу үшін, оны өнімдер алу үшін қанша шығын кетеді? Шығынды мен арнайы есептемедім, білмеймін, негізі алдында сөйтіп өзім практика жасаймын деп ойлағам, эксперимент жасаймын деп есептеп көремін деп, бірақ есептемедім, бірақ жалпы ойлаймын, мен мысалға тоже алдында сторисімде де айттым, сіздің мысалы күнделікті алатын нан, шай, сүт, мысалы оның барлығына кететін ақша мен маған кететін ақша ол екеуі бірдей. Примерно 50-50 болады. Екеуі бірдей болады. Өйткені мен мысалы шай алмайым, нан алмайым, сүт алмайым. Мысалы оның орнына бірақ мысалға капуста аласыз. Капуста 160 теңге килограммына, мысалы морковь тоже 200 теңге килограммына. Сондай. Тек жаңағыдай специяларды анда-санда бір рет алып қоюға болады. Жаңағы фасоль, горох дегендерді общий оптом бір алып қоюға болады. Сол кезде ол арзанырақ шығады. Яғни оны тоже Инстаграмда айттым. Озоннан неден заказ берсе болады. Ал бірақ жалпы ойлаймын ондай көп шықпайды деп. Мен мысалға студентпін, тек жұмыс жасаймын, жұмысымда да ондай көбім, уақытта алатын 60 мың
студентпін, стипендиям 70 мың, сондай өмір сүремін былайша айтқанда. Аны артық бір миллиард тауып отқан ондай адам емеспін мен. Сен жалғыз басты адамсың да, мысалы? Иә, жалғыз басты адаммын, иә. Отбасылық болатын болса? Онда енді, отбасы ойлаймын, енді отбасылы адамдар менен көп ақша табады шығар деп ойлаймын. Олар өздері енді табады ғой жолын. Егер іздейтін адам ол жолын табады. Мысалға жаңа айтқан то же самое фасольді мысалға килограммдан алып оны сосын пісіріп дайындап қоятын болса, алдын ала яғни бір күн бұрын, 2 күн бұрын, онда ол қашанда арзанға шығады. Сосын қыста жаңа заготовка дайындау, морозильникке мысалы помидорларды арзан кезінде қатырып тастау, перец арзан кезінде қатыру деген сияқты. Мына жақта жоқ, бірақ ана жақта морозильнигімізде бізде тұр. Сенің күнбағыс майыңды көрмедім. Бар ма? Бітіп қалды ма? Күнбағыс майы мына жақта бар. Оның бағасы қанша қымбат тұрады ол? Күнбағыс майы кәдімгі майға қарағанда. Өтірік айтпақшы, мына майды мен өзім алған жоқпын, бұны алдында анам қонақ шақырған кезде алған. Мен өзім бұны пайдаланбаймын, бұл сыртында жазылып тұр, масло подсолнечное добавлением оливкового. Мен бұндай май пайдаланбаймын. Бұл қонаққа кеткен май. Ал менің майым мына жақта бітті, бірақ озонда тұр, қазір шығып алып келемін осыдан кейін. Озонда келіп тұр, оливковый май келіп тұр. Болды, қалған мен бұл жерде ешқайсысын, бұлардың ешқайсы пайда. Ал мынау уксус біткен, бітейін деп тұр. Уксус туралы айта кетші. Пайдасы? Иә, тап мынаның ондай пайдасы жоқ, мен бұны тек қана жаңағыдай сақтау үшін қолданамын. Фасольді пісіргенде ол уксус қышқыл болғандықтан бактериялардың өсуіне кедергі жасайды, яғни маринадтардың бәрін қышқыл емес дейді ғой. Сондықтан. Ал бірақ жалпы алма сіркесін таңертең мысалға суға 1-2 қасықтан қосып ішу, ол пайдалы, әсіресе асқазаны, қышқылдығы төмен адамдардың. Мысалы гастрит бар адам болса, оны тоже қарау керек. Гастриті ол уже атрофированный қыжыл болатын болса, онда ішпейді. Бірақ ал сәл қышқыл төмендеген, яғни суточный pH есептегеннен кейін болса, онда қолдануға болады. Гепатитный состояние. Иә, гепатитный состояние. Қай алма шырын деген? Менде ол жоқ, мен оны тоже пайдаланбаймын. Пайдаланбайсың. Иә. Бірақ заказ беріп қойдым, ол келе жатыр. 27 март келеді. Басқа жоқ. Соған қарағанда Озоннан тапсырыс бересің барлығына? В основном Озоннан беремін, иә. Ал өзің Анвар, Дина? Олардан тек күнделікті керек жаңағы қияр, помидор мысалға болатын болса, сосын зеленді аламын. Зеленді Анвардан алмаймын, мен зеленді жаңағы Алтай, Табыс, сосын Әлиядан аламын. Ол жақта зелень жақсы. Ал бірақ анандай ұзақ сақталатын өнімдерден мындай келе алатын, мысалы оливковый май, сосын уксусты препараттардың бәрін сояқтан аламын. Сосын мына жақты көрсетіп ұмытып кетіп қалдым. Мына жақта менде жаңа нелер тұрады. Міне алдында заказ берген заттарым. Красный чечевица упаковка, зеленый гречка упаковка, зеленый горох упаковка, астында ноқат упаковка. Осылай берсеңіз, міне анам біреуі тек 500 теңге, 300 теңгеге шығады. Ал бұлай магазин сатып алатын болсаңыз, бірін 900-ге 1000-ға жақын алуға болады. Біреу 500 грамм. Сосын мұнда не бар? Ну, желтый горох, шлифованный, не разломленный, по-моему, я. Бөлінбеген, енді бүтін тұрған. Сосын мұнда... Бәрін оқып өткенсіз? Иә, шелек фасоль и шелек зеленый гречка. Зеленый мәш. Бұл, осындай фасоль. Дәнді заттар сенде көбісі, да? Екінші атын қалай еді? Подписчиктерін қалай атайды сені? Ноқаттанушы. 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 Ноқат та бар енді мына жақта. Ашылған ноқат енді жеу керек. Суға салып қойып. Күшті. Кухня осы енді бар. Менің бар байлығы. Иә. Басқа артық ештеме жоқ. Осымен дайындаймын, осымен істеймін. Керемет. Есет, енді қараш, шындығына келгенде мен өзім мойындаймын. Маған қиын. Андай заттарды істеймін. Мен өзім істегенде қатты ұната бермеймін өзім. Ондай қиын. Біз енді жеңіл жаққа сай кете береміз. Жеңіл жасайтын тамақтарға енді сатып алмаймын. Қолмен жасауға, жеңіл жасайтын тамақтар бар ғой, соларды жасауға көбірек тырысамын. Мынандай қылып сен сияқты мен өзім қызығамын, ниет бар жалпы істеуге деген. Бірақ қиындау сияқты көріне береді маған. Енді өзіңе ұнаса енді жалпы оңай болады ғой кез келген зат. Сенде бұл хобби болғасын. Менде хобби болғасын, ол маған вообще қиындық тудырмайды. Мысалы мен хоббиім видео болғасын, видео осындай түр көп жинаймын да. Иә. Бір жағынан осындай сияқты. Енді менің ниетім бүкіл осы халық осындай тамақтанса негізі көп аурудың алдын алатын сияқты да. Болады әрине. Осының бір осы білімді жеңілдетіп жеткізу керек сияқты ма деген ойдан. Сен қандай продукт ұсына аласың, қандай идея ұсына аласың? Ойлап көрдің бе жалпы мен осыны қалай жеңіл форматта жеткізсем болады қазақ халқына? Ойлаймын, қазір мен уже жеткізіп жатқан сияқтымын, өйткені менде посттардың барлығы ол оңай тілмен жазылған. Ешқайсысы мен ғылыми сөздерді өте аз қолданамын. Сол бірінші Инстаграмды қарауға болады. Одан бөлек
ютубта көптеген жаңағы врачтардың өздерінің жеке каналдары да бар, қазақша іздесеңіз тоже шығады, ояқтан тоже білім алуға болады. Егер уақытым бар, ұзақ видео қарай аламын десеңіз. Ал егер маған оққаным қалды десеңіз, онда инстаграмнан түрлі посттарды қарауға болады. Бірақ ол жерде тоже кейбір қайшылықтар болады, мысалы біреу былай айтады, біреу былай айтады деген сияқты. Ең жақсысы бұл қандай бар, соның барлығын оқи беру, соңында мысалы оқи беріп өзіңіздің сыни көзқарасыңызбен қарасаңыз, онда сіз белгілі бір өзіңіздің жаңағы соңғы түйсігіңізге жетеді деп ойлаймын. Яғни соңғы өзіңіздің шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Керемет жауап. Енді Есет, менің ойым бойынша бәрібір де бір продукт жасау керек. Менің ойымша бір продукт жасау керек. Ол шынымен бәрі сен сияқты мысалы хобби ретінде қарамайды маған. Барлығы бірақ ниет бар. Ну шынымен қиын. Мысалы мен өзіме қарасам қиындау да. Бір өнім жасау керек сияқты. Енді мен де негізі ойладым. Курс айтып тұрған шығарсың, иә? Курс немесе бір. Енді қарашы, курс. Пайдасы тиетін. Иә, мысалы жаңағыда әркімді адамды индивидуальный ретінде қарайтын болсақ, бұл жерде курстың сапасы үшін аз адаммен қымбат, аз адаммен жұмыс жасау керек. Каждый адам бірдей жеке жұмыс жасап, солай сапаға жұмыс жасауға болады негізі. Егер қалайтындар болса, енді мен пастандардың барлығына бірдей курс деген ол не вариант, мүлдем келмейді. Ол тек қана ақша жасау үшін арналған курс. Солай бір каждый адамға осылай беру керек сияқты. Мен де алдында саған кездескенде айтқанымдай, енді курс жасайтын болсам, ол каждыймен жеке тіке байланыс жасайтын, Zoom-да бірдемеде байланыс жасайтын курс болған, ол сапалырақ. Сұрақ, мысалы бір сабақты өттік, мысалы содан сұрақ қояды, мен түсіндіремін, ол маған кері байланыс жасайды деген сияқты. Сонда ол ең дұрысы болады. 3-4 адам, бірақ сол адамдармен уже сапалы болады. Чем мысалы 30 адамға болдай қалып сатып жібергеннен гөрі. Өте дұрыс айтасың. Өте керемет. Енді сақтау бойынша қандай кеңес бересің тамақтар? Мысалы жаңа сен бәрін күшті сақтап қойсың, ана жерде бәрі адам қызығатындай. Адам қызығатындай. Енді бұл арнайы осындай сақтауға арналған, өйткені бұларға жарық та, ылғал да ондай. Ылғал әсер етеді, бірақ бұл жер ылғал емес, бірақ жарықтың ондай қатты бұған әсері жоқ. Сосын жаңа көргеніңізде мысалға май менде бұл мысалға, май күнге шықпайды, бір екі сосын ыстықтан алыс тұтады. Бірақ мына жерде көрсетейін, міне біздің негізі мына үйде жасағанда ата-анам жасаған ғой енді мына нені кухонныйды майды сақтайтын жерде мына жер қалып қойған майды сақтайды. Бірақ бұл мына пештің қасы мынаның қасы болғандықтан мен бұл жерге майды сақтамаймын. Бұл тез бұзылады, бұл менде былайша айтқанда көп қолданбайтын ыдыстар тұрады, бұл сынып қалған ыдыстар тұрады. Ал май ана жақта тұрады. Сосын специялар мен май тоже бірге тұрмау керек, өйткені екі бір-бірінің иісін алады. Специялар бәрі бір жерде тұрған дұрыс. Сосын сақтаудан жаңа айтқанда ана не тоже бөлектер тұрады, жаңағы нелер. Горох, фасоль, басқа дақылдар ол бөлек тұрады. Ал овощтар холодильникте тұрады. Оны тоже алдында кеше пост шықты, астында тартатын тартпаларында бөлек-бөлек тұру керек каждый. Тек андай единственный бір не жұмыртқа неде тұрмау керек, есігінде тұрмау керек, ең жоғарысына тұру керек. Мен ана жақта енді тұрып пока. Керемет. Сондай. Жалпы өзінің сақтайтын жаңағы группалармен сақтау керек бөлек-бөлек. Енді бір ниетім, кім Есет, сондай бір продукт жасау керек. Мысалы, менің өзімде ниет бар, бірақ уақыт жоқ деп сылтауратып жұмыс, бірақ бір бастау керек болып жүрді. Мысалы, бірге сенімен бір осыны қолға алу керек. Мен ойлаймын, менің аудиториямда бар, оған қызығып жүрген байдайлар бойынша вопрос өте көп мысалы да. Соған арнап бір продукт жасау керек. Есет, менің сұрақтарым осылай, артық алып қосарым болса, қоса кет. Жоқ, менде енді жоқ, сұрақ болмайды, тек жауап беріп интервьюге. Нутрициолог ретінде халыққа енді өзінің денсаулығын күту мақсатында қандай бір тілек айта аласың? Ең бастысы мен ойлаймын, білім алу керек. Ол яғни мысалға денсаулық ол сізге ғана керек. Денсаулық ол дәрігерлерге, бір нутрициологқа, инстаграмдағы психологқа сіздің денсаулығыңыз вообще керек емес. Тек денсаулық, жауапкершілік, денсаулық ол тек сізге ғана керек. Сондықтан өзіңіздің денсаулығыңызды жақсарту мақсатында білім алыңыз, қашанда дамытыңыз өзіңізді, міндетті түрде кітаптар оқыңыз, тіл үйреніңіз, сол арқылы өзіңіздің денсаулығын жақсартасыз, денсаулық жағынан келетін болса. Ал былай жалпы қашанда денсаулық ол бірінші байлық болғандықтан дені сау адам ол өзінің ми жағынан да, бұлшықет жағынан да халыққа, өзінің қоғамға пайдасын тигізетін ол адам бола алады. Сондықтан да бірінші кезекте денсаулығыңызды күтіңіз, білім алыңыз, дамыңыз, өзіңізді, өз жауапкершілігіңізді өзіңізге алыңыз. Яғни дәрігерлерге ысырудың немесе басқаларға ысырудың экологиядан, жаман тамақтан, химиядан көрудің қажеті жоқ. Барлығы 90% өзіңізге байланысты. Сондықтан өзіңіз өз өміріңізді өзіңіздің қолыңызға алыңыз. Керемет, өте керемет. Жауапкершілік деген өте қиын. Біздің қоғамда сол дәрігерлерге, үкіметке іле салу оңай, бірақ өзіне алу қиын. Өзіңе десең қатты тиіп кетеді ғой. Өзіңе десең қатты тиіп кетеді. Сондықтан жауапкершілікті бірінші кезекте өзіңіздің қолыңызға алуыңыз керек. Денсаулыққа жауапты тек өзің ғана, басқа ешкім емес. Шынымен денсаулық, шынымен ештеңе керек жоқ негізі.
Өте керемет, өте керемет. Осыны енді бүкіл халық үйренсе, қазір ауру балдар туылмайтын еді. Ауруға туылмайтын еді. Мен қазір ең қауіпті ауру менің ойымша анемия. Менің ойымша себебі жүйелі гипоксиядамид. Ол ағза үшін жақсы жағдай емес негізі. Соның емі болар еді, мысалы бәрі естіп күтінсе. Қазір қыздарда өте көп, туылатын балдар да анемичный туылады. Ол баладан қандай болашақта дені дұрыс адам шығады мысалы. Ең нағыз өсетін кезінде жетіспейді. Болашақта. Соған кішкене бір ішіңді тиет қатты бір. Есетті осымен шығарымды аяқтайық. Достар, жаңа сыйлықты естіңіздер. Мен өзім 5 адамға жіберемін. Күшті ол комментарий, енді шынайы өзіңіздің комментарийін жазыңыз, артықында ештеңе керек жоқ. Біз көріңіз, барлығы шынайы бізде есеттен менде шынайы бір ойыңызды осы видеодан өзіңізге ұнаған частын сторисіңізге салып, записпен бізді есеттің менің аккаунтымды белгілеп кетіңіздер. Осымен блогты аяқтадық. Алда қаласа енді бұл соңғы блог емес. Алда уақытта қайтадан шыға береді. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар комментарийге. Әрине. Тағы бір видео түсіруге тырысамыз. Қайтадан сұрақтар болса, осылай блог түсіреміз. Сіздердің сұраныстарыңызға байланысты. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі интервьюларда көріскенше. Есет, саған да көп рахмет. Біздің сыйлығымызды қабыл ал. Жақсы. Ол біздің сыйлық. Екіншісі кешігіп кел, кешігіп келген үшін екіншісі сыйлық. Рахмет. Осылай рахмет көп бізге уақыттарыңызға. Сау бол, көріскенше.